Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, оңай шоколадты пирогтың рецептісін сіздерге ұсынамын. Құрамына керекті заттар: жұмыртқа, қант, ұн, қамыр қопсытқыш, какао, сүт, сұйық май қажет. Ең алдымен біз жұмыртқамызды ыдысқа жарып саламыз. Жұмыртқа менде бірінші категориялық үлкен жұмыртқа. Жұмыртқамыздың үстіне қантымыз саламыз. Миксердің көмегімен 2 есе ағар бұлғайғанша жақсылап араластырамыз. Әппақ болып ұлғайғанға дейін араластырамыз. Сол кезде сіздердің пирогтарыңыз да өте нәзік болады. Одан кейін үстіне сүтімізді, сұйық майымызды құямыз. Араластырамыз. Ұнмен қамыр қопсытқышымды мен бірге араластырып қойдым. Ұнымызды 2-ге бөліп салып араластырамыз. Бірден салсаңыздар араластыру қиын және отырып қалады. Сол себепті ұнымызды 2-ге бөліп саламыз. Осылай асты үстіне келтіріп венчикпен араластырамыз. Ұнның үстіне одан кейін какаомызды ситадан өткізіп саламыз. Сол кезде түйіргіштер болмайды, араластыру оңайға соғады. Какаомызды да жақсылап араластырамыз. Массамыз қатты да қою да емес, сұйық та емес, орташа болады. Пешімізді алдын ала 160 градуста қыздырамыз. Ыдысымызға пергамент қағазын төсеп дайындаймыз. Қамырымызды құямыз ыдысымызға. Пешімізде 50-40 минут пісіреміз. Бәлішіміз пісті. Піскен бәліштерімізді таяқшаның көмегімен тексереміз. Біраз суғаннан кейін сыртындағы формасынан шешеміз. Мен пирогым үстіне су моншасынан өткізген, ерткен, яғни шоколадтарымды құйып осылай әсемдеп шықтым. Сіздер әртүрлі кремдармен берсеңіздер болады, немесе қойытылған сүтпен. Ортасын кесіп көрсетейін. Өте үлпілдек, нәзік, үгіліп тұратын пирогтың бірі. Жасалуы да оңай. Сіздерде отбасыларыңызға осындай дәмді, тез арада жасалатын пирогтар жасаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.